Көптен бері ас үйімдегі осы столды тек түсіне бола ауыстырғым келетін. Әрине ақ түсті болғанын қаладым, бірақ біздің бұл столымыз өзі табиғи ағаштан жасалған, мықты болғандықтан ауыстыра салып тастай салуға қимадық та. Жолдасыма давай сыртын бояп көрейік деген ұсыныс тастадым. Сөйтіп екеуміз барлық керек деген құрал жабдықтарды алып келдік. Жолдасым енді бояған соң сыртындағы лағын кетіріп бірақ бояйын деп наждачкамен қырып көрді, бірақ оның күші жетпеді. Лагы өте қалың жағылған екен да. Осылай құрылысқа арналған фенмен бүкіл лагын қырып кетіріп шықты. Әрине оңай болған жоқ, көп уақытты әрі күшті талап етті. Мынандай оюларын барлығын қырып отыру. Столды лактан тазалап болған соң ойылып қалған жерлеріне жиһазға арналған шпатлевка жағып шықты. Бір тегіс болу үшін тағы да бір қайтара наждачкалады. Сонымен соңында наконец-то красканы жағып бастады ғой.